Елімізде діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу мәселесі өзекті. Осыған орай Қарағандыда мемлекеттік қызметшілердің конфессия аралық мәселелерді зерттеу орталықтары мамандарының біліктілігін арттыру мақсатында семинар өтті. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Шараға діни экстремизм мен терроризмнің алдын алуға тікелей қатысы бар азаматтар жиналды. Солардың бірі Қостанайдан келген Мырзабек Тойғанов. Семинар барысында өз тәжірибесімен бөлісті. Мемлекеттік қызметкерлер мен басқа да мамандар қолдана алатын жұмыс әдістері туралы баяндады. Это такие мягкие методы. Бұл идеологиялық, діни және психологиялық компоненттерге негізделген жұмсақ әдістер. Бірақ психологиялық компонент міндетті түрде әлеуметтік аспектімен бекітіледі. Қоғамдық өмір процесінен құлаған адамдарды әлеуметтендірумен айналысады. Мұндай оқыту семинарлары жыл сайын өткізіледі. Мәдениет және ақпарат министрлігінің дін істері комитеті, Қарағанды облысының дін істері басқармасымен бірлесіп ұйымдастырылады. Шара діни экстремизм мен терроризм бағыты бойынша жұмыс жасайтын мамандардың біліктілігін арттыруда көмегі зор. Бұл семинар біздің Мәдениет және ақпарат министрлігінің дін істері комитетімен ұйымдастырылып отыр. Бұл жерде біздің өңірлердегі өзіміздің конфессияаралық қатынастардың проблемаларын зерттеу және талдау орталықтарының мамандары, ішкі саясат бөлімдерінің мамандары, аудан әкімдерінің әлеуметтік салаға жауапты жетекшілік ететін орынбасарларының біліктілігін арттырып отырмыз. Семинар аясында жат діни ағым өкілдерінің психологиялық ерекшеліктері талқыланды. Алдағы уақытта психологияның түрлі техникаларын тереңнен оқыту жоспарлануда. Мы будем изучать особенности. Біз адамдардың психикасының ерекшеліктерін зерттейтін боламыз. Яғни кез келген жағдайда эмоционалды деңгейде жүргізілетін кез келген жұмыс тек когнитивті ғана емес, сонымен қатар эмоционалды деңгей екенін түсінуіміз керек. Кез келген сенім жұмысы психологияның белгілі бір әдістері арқылы жүреді. Семинар барысында жастардың жат діни ұйымдарға неліктен кететіні және оның алдын алу шаралары туралы талқыланды. Дариға Жаманова, Арғын Абдыкаримов, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.